Армысыз көрермен, студияда Яулым Алтынбекова, эфирде күндізгі жаңалықтар топтамасы. 2025 жылғы 9 айдағы бюджеттің орындалуы және жыл соңына дейінгі болжамды қорытынды және 2025-2026 жылдарға арналған жылыту маусымының өту барысы. Аталған мәселелер облыс әкімі Дастан Рысбековтің төрағалығымен кезекті аппарат жиынында күн тәртібіне шығарылды. Күн тәртібіндегі алғашқы сұрақ бойынша облыстық қаржы басқармасының басшысы Жеңіс Қиямбеков әр басқарманың жұмысына жеке-жеке тоқталып баяндама жасады. Бюджеттен берілген қаржыны игеру көрсеткішінің төменгі нәтижесі бірқатар басқармаларға тиесілі. Жалпы 2025 жылғы облыс бюджетінің меншікті кірістерінің жоспары 119 миллиард 480 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде 9 айдың меншікті кірістер жоспары 89 миллиард 393 миллион теңге болса, бюджетке 95 миллиард 71 миллион теңге қаражат түсіп, 106,4%-ға орындалды. Оның ішінде салықтық түсімдер жоспары 87 миллиард 708 миллион теңге орындалысы 105,3%-ды құрап, 92 миллиард 353 миллион теңге бюджетке түсті. Салықтық емес түсімдер жоспары 1 миллиард 101 миллион теңге орындалысы 1 миллиард 988 миллион теңге немесе 180%-ды құрады. Аймақ басшысы Дастан Рысбеков бөлінген қаржыны қажетті жұмыстарға бағыттап, жоспарлы игеру шараларын ширатуды міндеттеді. Екінші мәселе өңірдегі жылу беру маусымы жөнінде. Қазір облыс аумағында 2025-2026 жылдардағы жылыту кезеңі толықтай басталды. Мәселен, жылу маусымы Жаңарқа ауданында 1 қазанда, Сатпаев қаласында 2 қазанда, Қаражалда 4, Ұлытау ауданында 5, ал Жезқазған қаласында 6 қазанда басталған. Жалпы облыс бойынша жылыту маусымына дайындық жұмыстарына барлық көздерден 36,6 миллиард теңге қаражат бөлінген болатын. Оның ішінде бюджет қаражаты 24,7 миллиард, кәсіпорындардың инвестициялық бағдарламалары 8,5 миллиард, кәсіпорындардың өз жеке қаражаты 3,4 миллиард. Өткен жылы 35 миллиард болған тұғын. Негізгі бағыттар бойынша тоқталып кетейін. 3 энергия көздерінің, яғни Жезқазған жылу электр орталығы мен Сатпаев жылу станциясында жұмыстар аяқталып келе жатыр. Сонымен қатар 110 километр жылу көздері, 110 жергілікті жылу көздері, яғни 81 автономды жылу жүйелері, қазандықтары және 29 үлкен қазандықтар жөнделді. Өңірдің 2025-2026 жылдардағы жылу беру маусымына қажетті көмір қоры 162,4 мың тоннаны құрайды. Бұл бағыттағы жұмыстар да жүйелі жолға қойылған. Аталған ретте Дастан Рысбеков жылыту кезеңін кедергісіз өткеру мақсатында басқармаларға қарасты әлеуметтік нысандардағы жылу мөлшерін бағамдап отыруды тапсырды. Бұдан бөлек қала аудан әкімдеріне де міндеттемелер жүктеді. Барлық қала және аудан әкімдері әлеуметтік желілерге мониторинг жасап, түскен шағымдар бойынша тиісті жұмысты ұйымдастыруды тапсырамын. Көрсетілген мекенжайларға тікелей барып, өздеріңіз тексеріңіздер. Білім, денсаулық сақтау, спорт, мәдениет және әлеуметтік қорғау басқармаларының басшылары өздеріңізге қарасты объектілердің жылыту маусымының өту барысын тікелей барып қадағалаңыздар. Сондай-ақ маған апта сайын жылыту маусымының өту барысы туралы әр дүйсенбі сайын ақпарат енгізіп отырыңыз. Салаға жауапты басқарма тарапынан жылу маусымының өту барысы күнделікті бақылауда болмақ. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы. Ерекше қажеттілігі бар жандар қоғамнан шет қалмайды. Қазанның әрбір 2-ші жексенбісі мүмкіндігі шектеулі жандардың күні. Бұл күннің мақсаты оларға қоғам болып қол ұшын созу. Осы орайда Парасат 2030 мүгедектер қоғамы қоғамдық бірлестігінің мұрындық болуымен игі шара өтті. Оған өмірге құштар, арман асқақ, ерекше балалары қатысты. Балғындарды ертегі әлемінен шыққандай көңілді аниматорлар қарсы алып, бірден мерекелік көңіл күй сыйлады. Іс-шара барысында түрлі ойындар ұйымдастырылды. Кең дастархан жайып, дәмді астан ауыз тигізді. Баланың бөтені жоқ деген ұйымдастырушылар мұндай игі істерді үзбей өткізіп келеміз дейді.
Осындай іс-шараларды барлық мерекелерде өткіземіз. Сондай-ақ ата-аналарға қолдау ретінде балалардың мектепке қажетті керек жарақтарын алып береміз. Бұл ретте бізге қолдау көрсетіп отырған жергілікті әкімдікке, қала басшысына алғысымыз зор. 2 жыл бұрын біз сұраған оңалту орталығын салу үшін жер телімі бөлінді. Жалпы алғанда барлық тараптар қолдау білдіруде. Кез келген ата-ананың өмірлік мұраты ұрпағын аяқтандырып, өз бетімен өмір сүре алатын, өз қолы, өз аузына жететін бала тәрбиелеу. Өкінішке қарай елімізде өзге балаларымен ойнамайтын, қарым-қатынас орнату қабілеті бұзылған, әлеуметтік ортаға бейімделмеген балалардың қатары көбейіп барады. Осындай балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға қолдау көрсету мақсатында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы өмірге үміт сыйла жобасын қолға алған болатын. Осы жоба аясында да біз бірнеше іс-шараларды мешіт аумағында өткізгенбіз. Оның ішінде мүгедек жандарға инвалидтік коляскасын беру, құлағы нашар еститін қаламыздың тұрғындарына есту аппараттарын алып берген болатынбыз. Сондай секілді көп іс-шаралар ұйымдастырғанбыз. Дәл сондай іс-шараны міне бүгін осы ұйымдастырушылар істеп жатыр екен. Аллах тағала қуат берсін, қолдау берсін. Қаламыздың ішінде осындай іс-шаралар өткізіп, өте бүгінгі мерекеге байланысты сыйлықтар беріп жатыр. Міне стол жасаған, өте балалар бүгін риза болып, қуаныштары қойнына жетпей. Мерекелік шарада балаларға тәттілер мен сыйлықтар үлестірілді. Ең бастысы оларға деген қамқорлық жалғаса бермек. Айта кету керек, облыста ерекше қолдауды қажет ететін 2000-ға жуық бала бар. Гүлмарат Қызайдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше.